герпес дейді, цитомегаловирус, в общем, неше түрлі проблемалар бар, жан-жақты причиналар бар, который адамның дүниеге нәресте алып келуіне кедергі жасайтын. Ал енді ондай кісілерге біз бірінші түсіндірме жұмысын жасаймыз. Бірінші бұл өнімнің ішкеннен кейін жаңағы айтқан сабырлық танытып, Алладан сұрап, өйткені барлығы себепші. Алла тағала ем берем десек, қара судан береді. Сол үшін де бірінші сеніңіз, екінші сұраңыз, Алладан сұраңыз. Үшінші себепші ретінде осы өнімді қолдансаңыз, өте жаңағыдай физиологиялық қалыпқа келтіріп, тазартып, противовирусный, противогрибковый, противопаразитарный дұрыстап, бүкіл питаниясын бергеннен кейін адам ағзасы нәрестені дүниеге алып келуге дайын болады. Бірақ оның жолы 4 ай менен максимум 6 ай и 1 жылдың көлемінде жүру мүмкін деп айтамыз. Сол шамада түсіндіру жұмысы болғаннан кейін адам уже серьезно қабылдап продукцияларды іше бастайды. Біздің продукциялардың ішінде именно не жағынан осы әйел кісі болсын, ер кісі болсын, қалыпқа келтіретін именно женский проблемамен, мужской проблеманы, ол екі продукция. В основном, оның біріншісі витамарин А плюс и Б плюс, екеуі де прямо ішу керек 4-5 ай. Біздің келіншегім, мен келіншегім 5 ай ішті витамаринді. Витамарин А плюс таңертең 1 шай қасық, витамарин Б плюс кешке 1 шай қасық. Осылай ішеді. Келесі спирулин продукциясы. Спирулин 2 таблеткіден күніне 3 мезгілден бастайды, потом 5 таблеткіден күніне 3 мезгілге көтереді 1 аптадан кейін. Осы тәртіппен бұл өнімде кемі 6 ай, максималды 1 жыл деп айтамын мен. Үшінші продукты ол йодым келп. Йодым келп 2 капсуладан күніне 2 мезгілден. Таңертең және кешке. Алғашқы 3-4 күн 1-1 капсуладан ішсе болады. Йодым келп сол кемі 90 күн ішу керек. Вот осы тәртіппен ішуді бастайды. Дальше күнделікті 1,5-2, егерде салмағы 80 килограммнан жоғары болса, 2,5 килограммға дейін таза қайнамаған жылы су ішеді. Күнделікті. Күнделікті таңертең кешке 5 мың метрден шаг жасайды. Таза ауада прямо. Ойын тазартып, бойындағы бүкіл жаңағыдай негативтің бәрін шығарып, әрине аффирмация жасаса да болады, әрине жақсы аудиокнигалар, жақсы сөйлер тыңдаса да болады, чтобы ойын тазартатын, дайындалатын. Вот осы системамен жүру керек. Және де ер кісілерге категорически газировка, категорически энергетикалық напиткілер, категорически тәтті, мәтті, жаңағы зиянды әрекет, алкогольді нәрселердің барлығын қолданудан кішкене бас тартқызамыз. Өйткені оның барлығы бүкіл жаңағыдай әйел кісінің де, ер кісінің де ұрығын прямо жоқ қылып жүреді. Сол үшін сол моментті де дұрыстаймыз. Дәл сол тәртіппен